Мысық тек көшеден өтпек болған, бірақ дәл ортаға жеткенде жүйткіген көлік оны қағып өтіп, жерде дәрменсіз күйде қалдырды. Дәл сол сәтте бір жігіт келіп, оны құтқарып қалады. Мысық біртіндеп сауыға бастады. Ол осы ауданда қаңғып жүрген үйсіз жануар болатын, ал жігіт оған жиі дәмді ас әкеліп беретін. Мысықтың сүйкімділігін көрген жігіт оны асырап алуға шешім қабылдап, екеуі 5 жыл бойы бірге өмір сүрді. Бірақ сырқаттың азабы жігіттің мысыққа бұрынғыдай қарауын қиындата түсті. Бақытына қарай болған жайды білген оның тәтесі ойланбастан жануарды өз қамқорлығына алып, жігіттің күнделікті тіршілігіне де қарайласа бастады. Алайда өмір әрдайым ғажайыптарға толы бола бермейді. Көп ұзамай жігіттің жағдайы нашарлап, оны ауруханаға жатқызуға тура келді. Мысық бір өзгерісті сезгендей, онымен бірге барғысы келді. Жігіт те оны түсінгендей болды. Бірақ бұл жолы мысықтың тілегін орындамай, кетерінде есікті жауып шықты. Бірнеше күннен соң ол ауруханада жатып, қолындағы мысықтың суретіне үнсіз қарап отырды. Дәл сол сәтте мысық та терезеге телміріп, оны сағынып отырған еді. Тәтесі жұмыстан келгенде мысықтың сағынышын байқап, оны иесіне апаруды шешті. Келесі күні ол мысықты ауруханаға алып барады. Бірақ бұл кезде жігітті дерт әбден әлсіреткен еді. Соған қарамастан мысықты көргенде бойына қуат біткендей болды. Алайда бірге өткізген уақыт тым қысқа еді. Көп ұзамай қоштасар шақта келді. Күтпеген жерден мысық көліктен атып шығып, әп сәтте көзден ғайып болады. Бұлай істеуінің себебі иесін мүмкіндігінше жиі көргісі келді. Содан бастап жігіт таза ауа жұтуға сыртқа шыққан сайын мысық бір бұрыштан үнсіз келіп, оның жанына жайғасатын. Ал тәтесі келген сайын байқатпай қашып кететін. Бірақ үнсіз түсіністікке құрылған бұл тыныш күндердің аяқталарына аз қалған еді. Бір күні тәтесі жігіттің палатасына асыға жетті. Жігіттің халі мүлде ауырлап кеткендей еді. Іштей сезгендей мысық та мұны байқап жанұшыра ауруханаға қарай жүгірді. Бірақ жеткенде үлкен есіктер оны сыртта қалдырды. Тәтесі үстел үстіндегі суретке көз салып, жігіт мысықты соңғы рет көргісі келетін шығар деп ойлады. Сол сәтте есік алдында тұрған мысықты байқап, оны ішке кіргізді. Соңғы мезетте ол мысықты жігіттің жанына жеткізді. Мысықтың келгенін сезгендей, жігіттің ерні сәл қозғалып, ақырын ғана "Мысық, өте жақсы" деді. Жүрек соғысын көрсететін құрылғы бір созылған үнге айналғанда, мысық орнында қатып қалды. Сол сәтте оны алғаш асырап алған кезі есіне түскендей болды. Алғаш танысқан күннен бастап бірге өткізген ұзақ мейірімге толы уақыт осылайша тыныш қана аяқталған еді.